Әнші Мөлдір Әуелбекова ұлының мектепке барғанын айтып, оның әкесімен қарым-қатынасына қатысты бар шындықты айтты. Мөлдір Әуелбекова басынан өткен ауыр кезеңді есіне алып, сәтсіз некесі салдарынан талай көз жасын төккенін де жасырмады. Мектеп табалдырығын аттаған қадамың құтты болсын, балам. Осы орайда айта кетейін, баламды салған сайын әкесін сөгіп жататындар аз емес. Ол бізден бас тартты. 5 айлық баламен біраз қиындық көріп, көз жасын көл көсір болғаны рас. Уақыт емші демекші, қазір бәрі Алланың қалауымен орнығып, ол сынақтан сынбай өткеніме сіздер куәсіздер. Бәрін бір Аллаға тапсырдым. Ендігі баламның әкесі араға 5 жыл салып, тұрақты түрде пайда болды. Көрісіп араласып жатыр деп айта алмаймын десе де, ақшалай баламның бүкіл шығынын мойнына алуда. Осыған да шүкір дейміз. Әжептәуір білінеді екен қалтақ. Алла қаласа, уақыт тауып жиі көрісуге де белім буар. Соңғы жаңалығымыз осы, деп жазды ол. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.